Selam dostlar. Bugün Telegram programmasını internetten қалай орнататынын көрсетеміз. Ол үшін ең дұрысы Google Chrome браузерін пайдалану. Әрі қарай почтаға кіреміз. Біздің мысалда Mail.ru-дан жазамыз. Жалпы сатқан кезде бірінші оплата жасатасыздар. Содан кейін почталарының адресін алып, сол жаққа программаның ссылкасын жібересіздер. Мысалға, бізде почтаға кіреміз. Және программаның ссылкасы бар хатты ашып, бірінші ключтің программасын мына ссылканы басып ашамыз. Әрі қарай программаны жазатын терезе ашылады. Мына скачать батырмасын басамыз. Төменде жазылып қойды. Бірінші сол показать папки батырмасын басып, файл тұрған жерге барамыз, және оны ыңғайлы болу үшін копировать етіп, немесе выразить етіп, рабочий столға апарып қоямыз. Және бұл архивтің программасы, сондықтан архиватормен кіріп, міндетті түрде приложениені архивтан шығаруымыз керек. Ол үшін үстін басып, извлечь немесе extract батырмаларын басамыз. Енді ключтің программасы келген, жанына кеп қоямыз, ал ашық жерге. Және жаңағы архивті өшіре саламыз. Енді келесі кезекте 2.6.8 версиясын скачать етеміз. Ол үшін ссылканы басамыз жаңағындай. Я хочу скачать этот файл. Және скачать етеміз. Және бір ескерте кетерлігі, программаны жазған кезде антивирусты өшіріп қоюымыз керек. Егер антивирус қосылып тұрса, онда программа жазылмай қалуы мүмкін. Жаңағындай бұл папканы де рабочий столға апарамыз. Және архивтан толықтай шығарамыз. Үстін белгілеп, извлечь, немесе ағылшынша тұрса extract басып, енді рабочий столдан жаңағы архивтан шығарылған папканы тауып алып, келген екеуін жақын қоямыз. Енді келесі кезекте 2.6.8 папкасын ашып, loader деген приложениені ашуымыз керек. Үстінде 3 графалық терезе шығады, үстіндегісін копировать етіп, парольді келген ключтің программасына апарамыз. Келгенді ашамыз. Төбедегі неге 1 деген санды қоямыз. Әрі қарай екінші бос графаға мына жерге кодты қоямыз. Және generate батырмасын басып, программаға арналған ұзақ ключті аламыз. Копировать етіп,
268-деги жаңа loader деген терезеге барып, логинге 1-ді жазамыз, және ұзақ ключті ключ деген жерге қоямыз. Және зарегистрироваться батырмасын басып, программаға кіреміз. Программаны осылай жазады. Міне жазылып болды. Міне Telegram программасы жұмысқа дайын. Қазір дұрыстап ашылады. Міне. Лицензия 999 күн деп көрсетіліп тұр. Енді ары қарай жұмысты бастай бересіздер.